Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіз. Бір қызық нәрсе айтып берейін. Бірінші көз қараспен қарайтын болсаңыз, ұят нәрсе сияқты, бірақ заң бойынша ұят емес бұл жақта. Біз қайттан Костка дейтін дүкенге келдік. Басқа бір дүкеннен осы өткен аптада нан алған едік. Өткен апта оғанда 2 күн болған, сол нан алып едік. Сол нанды қалай пісіргендерін білмеймін. Май, жанар майдың иісі сіңіп кеткенде, сөйтіп ол нандар жаңағыдай қазір көрсетемін. Бір нанның несін, қабығын сыртын ашып жедік, жартысын, кейін қалған жемай қойдық та, екіншісін ашпай ақ қойдық та, сөйтіп жол және кейін әйелім қоймай қойды, келіп мына жаққа тапсырайық деді. Көрейік, ұят емес пе дедім, жоқ, олар қымбат нандар. Әрқайсысы $5 тұрады. Мысалы 2 нан $10 да. Негізі 4 нан, бір упаковканың ішінде 2 нан да. Сөйтіп келіп, айттық осылай, иіскеп көріңіздер, иіскемеймін, қайтара салып. Сөйтіп қайтарғанда мынандай бір карточкаға ақшаны аударды, қазір осы карточкамен қайттан осы дүкенде бір нәрсе сатып алуға болады. Сөйтіп мінекей 2 нан $10, $9.98 ма былай айтқанда. Қазір сол нанды көрсетем сізге. Багет дейді, мынандай нандар ғой міне. Көрдіңіз бе, міне 2 нан бір неде, бір қабықта жатады. Осындай 2-ін алғанбыз ғой. Міне қазір енді үйге алайық. Біреуін аламыз ғой. Міне осындай нан. Біреусі $5 ғой, былай айтқанда. Солай, енді біздің елде нанды қайтармайды ғой. Мына жақта қайтаруға болады. Бір жағынан енді намыс, ұят сияқты. Бірақ болады. Ал, олжа. Мынау аты шыққан пайғамбарымыз хадисінде келтірілген аджуа хұрмалары. Мінекей, көрдіңіз бе? Ол үшін Сауди Арабияға бару қажет жоқ. Америкада міне емін еркін сатылады. Мінекей, нанды қайтардық, орнына бір нан алдық. Одан кейін аджуа хұрмасын алдық, Сауди Арабиядан келген. Енді үйге барамыз. Бүгін нем балысы негізі. Сау саламат болыңыздар. Америкадағы жігіт арнасына жазылып қалыңыздар. Болашақта Құдай қаласа көбірек бейне түсіріп, осында салып отырамын. Ренжімеңіздер, ұзақтан салмай жүргеніме ұзақ уақыт көрінбей кетіп ем, соны кешірім сұраймын.